Жамбас сүйегі ос коксы 16 жасқа шейін жекеленген 3 сүйектің қосылу нәтижесінде 16 жасқа кейін бұл сүйектер бір-бірімен бітісіп, бір бүтін жамбас сүйегін түзуге қатысады. Жамбас сүйегінің жоғарғы жағын мықын сүйегі, алдыңғы жағын қасаға сүйегі, төменгі артқы жағын шондонай сүйегі түзеді. 3 сүйектің денелері қосылып, ұршық шұңқырын түзуге қатысады. Ұршық шұңқыры ортан жіліктің басымен бірігіп, ұршық буынын түзеді. Ұршық шұңқырының жартай тәрізді буын беті болады, шұңқыршасы болады, ойығы болады. Мықын сүйегі ос иілуім деп аталады. Бұл денесінен, яғни ұршық шұңқырын түзуге қатысатын және жоғары орналасқан қанатынан тұрады. Қанатын ала оссис или деп атаймыз, ал денесін корпус оссис или дейміз. Қанатын екі бетін ажыратамыз. Сыртқы бетін және ішкі бетін ажыратамыз. Ішкі бетінде ойыстау келіп, жамбас бұлшықеттерін толтырады және құлақ тәрізді буын бетін ажыратады. 8 өзбен байланысатын. Ал сыртқы бетінде бөксе сызықтары анықталады. Бөксе сызықтарына келіп, бөксе бұлшықеттер бекінеді. Қанатының жоғарғы жиегін қырқасы деп атаймыз. Қырқасына келіп, іш бұлшықеттері келіп бекінеді. Қырқасының алдыңғы жоғарғы жағы бұл алдыңғы жоғарғы қылқан деп аталады. Артқы жоғарғы жағы артқы жоғарғы қылқан деп аталады. Әрбір жоғарғы қылқандардың төменгі жағында алдыңғы төменгі қылқан және артқы төменгі қылқандарын ажыратамыз. Шондонай сүйегі ос иски деп аталаймыз. Бұл да денесінен, яғни ұршық шұңқырын түзуге қатысатын денесінен және тармағынан тұрады. Денесі корпус оссис иски, тармағы рамус оссис иски деп аталады. Тармағы мен денесі қосылған жерде бұрыш түзіліп, бұл жерде шондонай бұтырын ажыратамыз. Ал денесінің ортасында қылқаны болады. Қылқанның жоғарғы жағында үлкен ойығы, төменгі жағында кіші ойығы болады. Келесі қасаға сүйегі ос пубис деп аталады. Бұл сүйектің де денесін, яғни ұршық шұңқырын түзуге қатысатын және екі тармағын ажыратамыз. Денесі корпус оссис иски, жоғарғы тармағы рамус супериор, төменгі тармағы рамус инфериор деп аталады. Екі тармақ қосылып, бір-бірімен бұрыш түзеді да, осы бұрыштың алдыңғы жағында симфиздік беті болады. Симфиздік бет келесі қасаға сүйегінің симфиздік бетімен қосылып, симфиздік байланысты түзуге қатысады. Қасаға сүйегінің тармақтары менен шондонай сүйегінің тармағы қосылып, жапқыш тесікті түзеді. Форамен обтураториум деп аталады.